مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasul. Қазақстандың Түркістан шарында бір нече сайттері сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламдың ұрпақтары екендігін тастықтаған документтерді алышты. Аны Борбор Азиядағы сайттер ұйымының Қазақстандағы ресми өкілі Ербол Абдрахманов тапшырды. Бүгін осы 22 қараша күні 24 жылы біз Түркістан қаласына келдік. Қазіргі уақытта мына жаңадан ашылған Досмахан қажы деген мешітте біздің ағайындар жиналып жатыр. Біздің Саид әулетінің қатарына бір 10 шақты адам тағы да қосылып жатыр. Қазіргі уақытта ID карталарын тапсырамыз. Енді бір айтып кетейін дегенім, кеше біз Бишкекте болған кезде, сол жерде нахиб, осы Орта Азияның нахибі Саид Омар Өлмесханов, сол Орта Азияның нахибі, сонымен біраз болып ақылдасып сөйлесіп, қазір уақытта осы Түркістандан 3 семья ID карты алады. Өткенде Сейт Омар айтып еді, 7000-дай адам өмір бойы өздерін Саидпіз деп жүрген. Оның ішінде осы Орта Азияның ағайындары да бар, Арабиядан да келгендер, олар өте алмады. Саид әулеті болып шықпады. Саид әулеті деп саналған Меккеде, Саудияда комиссия тексерген, мына біздің кітабымызды қарағаннан кейін, көргеннен кейін олар бірден айтты, бұл әулет барлығы да Саид әулеті деп. Осы біздің мына кітабымыздың арқасында, оны жазған өздеріңіз білесіздер, Саид Камилхан Каттаев, Самарқандта. Тағы да бір айта кететін жағдай бар. Биыл осы Бишкектен 47 адам, 3 адам Ташкенттен Саудияға, Меккеге кетеді. Қонақ болып шақырып жатыр. Келесі жылы Қазақстан барады. Бізден 50 адам барады. ID картына алған адамдар өздеріңіз білесіздер, өздеріңізді қадағалайсыздар. Үлгілі болу керек, лайықты болу керек осы ID картаға. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аль-Шариф Саид Марат бин Мухаммад бин Махтум Азам Ходжа Аль-Хусейн Аль-Шариф. Құтты болсын. Аль-Шариф Саид Мақсад бин Мухаммад бин Махтум Азам Ходжа Аль-Хусейн Аль-Шариф. Allahümme salli Seyyidina Muhammed. Al-Sharif Said Umar Hoca bin Tansık bin Maktum Azam Hoca Al-Husayn Al-Sharif. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme salli Seyyidina Sallallahu aleyhi ve Resulullah. Muhammed. Elhamdülillah. Al-Sharif Said Kanat bin Mirza Hoca bin Maktum Azam Hoca Al-Husayn Al-Sharif. Allahümme salli Seyyidina Muhammed. Allahümme salli. Al-Sharif Said Hayrat bin Mirza Hoca bin Maktum Azam Hoca Al-Husayn Al-Sharif. Allahümme salli Seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Al-Sharif Said Sarvar bin Cumadullah bin Maktum Azam Hoca Al-Husayn Al-Sharif. Allahümme salli Seyyidina Muhammed. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل Al-Sharifa Zarifa bin Mehmet bin Binti Maktum Azam Hoca Al-Husayn Al-Sharif. Allah razı olsun. Çok sağ ol.
Al-Sharif Said Sultan Ali Jumadullah bin Maktum Azam Hoca Al-Husayn Al-Sharif. Al-Sharif Said Nur Ahmed bin Jumadullah bin Maktum Azam Hoca Al-Husayn Al-Sharif. Allah. жылдан бастап, одан да алдын ізделіп, осы Қылыш Тасаның тарихына күнді түні шабуылдап, кеше мысалы 23 жылға дейін осы кітаптың несінде жүрді. Мынау осы кітапта бүкіл Қылыш Тасаның өмір баяны, бүкіл тарихы, мынау осы үшін. Бұндай тарих, бұндай не ешбір қожада я болмаса, ешбір басқа да ұлтта я болмаса, қыпшақта я болмаса, басқа да мынандай тарих жоқ. Бұл тарихтың басы 8 жылдық кітап, Кандия деген кітаптан, Махамат деген кітаптан, осы басқа да кітаптардан алынған таза мағлұмат. Мұның ішінде бүкіл мағлұмат таза, чистый, ешқандай бұда примес жоқ. Бұның источнигі бар, Har қайсының титулының листі бар. Бұндай документ, мынандай не жоқ. Мына осы Ербол ұлының арқасында мәртебеміз биік, неміз жоғары. Мына Құда қаласа, мына ID картасында осы мына кітап осы тарих арқасында алып отырмыз. Қанша адам шежіремен барып, өзінің мына шежіремен өзінің қожалығын, өзінің басқалығын дәлелдеген нелер көп. Соның ішінде ешқайсы, даже 7000 адам өте алмаған. 7000 адам өшірілген ана сайттердің спискасынан. Бұндай не болмаған. Жаңағы сәл неғылда неден шежіреден кетті ма, тарихтан кетті ма, болды. Мұна тарих болмаса, бізді ешкім дәлелдей алмайды. Мұны біздің дәлеліміз, мұна тарих. Қылыш Тасаның тарихы. Бұның ішінде ешқандай ешнәрсе жоқ. Мұна ерекек күндіз түні шапқылап мұна болса. Осыны іздеп, осыны тауып, неғанға мұна тауып. Осының арқасында біздің мәртебеміз, бүкіл қылыштардың мәртебесіміз жоғары. Сайд әулеттердің дәрежесі жоғары болып тұр. Көрдіңіз ба? Ал енді оқсыз жаңағы бүкіл Арабияны бұны талап қойып отыр. Мына осы ID картаны мысалы. Бұған талап қойып отыр. Арабтар талап қойып отыр. Агар сен дейді пайғамбар әулет болсаң, сен дәлелде, қана бізге соны неғылдып, мына осы Мәдинамен Мәккада бекіліп, мына осы келіп отыр. Бұл бізге жаңағыдай қылып, әнерден барып, басып беретін бұлайша қағаз емес бұлайша. Бұл паспорт, вечный паспорт. Бұлайша айтқанда, бессрочный бұл. Өзіңізбен бірген неғылып. Сертификаттар өтпейді. Басқалы сұрақтарыңыз бар ма? Айта кетсек, Бурварайзадағы Сайттар ұйымының Қазақстандағы ресми өкілі Ербол Абдрахманов Хазіреті Сайд Бурханиддин Қылыштың ұрпағы болып саналады. Алар өз тарихын изилдеп, тастықталған тарихи маалыматтар менен атайын китеп қылып шығарған. Showed me right.